Шәкірт KZ. Әр шәкірт менің жалғызым. Асықпай жылдам жазамыз. Жеті әріп болды, соңғы Д, Т, З, Ә, Ғ, Ф, Қ деген әріптер болды. Осы жеті әріпті екі жағына жалғанбай тұрған еді ғой, Оны екі жағына жалғадық. Сөйтсек, сызықтан төмен қарай түсетін бөлшектері бізге керек болмай қалды. Сондықтан сызықтың астындағы құйрықшаларын жойып жібердік. Мәселен, Д деген әріп, Т, З оған жатпайды, Ә деген әріп, Ғ деген әріп, және Ф, Қ деген әріптердің құйрықшаларын жойып жібердік. Ол бізге керек болмай қалды. Не үшін? Жалғауымыз үшін. Тақырып екі жағына қатар жалғануы. Осы жетеуін жазамыз. Екі жағына X қойып шығамыз, Біз бұл әріптерді жалғанбайтын қылып жаттап алғанбыз. Сендер оны жекеше түрде атап жүрсіңдер, Осы X-тар көрінбей тұрған еді. Біз оны көрсетіп қояйық. Яғни К, Л, М, Н, У, Х, И деген әріптерді біз қалай жаттап алған екенбіз? Ешқайда жалғанбайтын қылып жаттап алған екенбіз ғой. Біздің қазіргі сабағымызда, біздің 9-шы сабағы, әріптерді екі жағына жалғап жатырмыз. Ильяс. К, Л, М, Н, У, Х, И. Жалғаған жоқпыз. Біз бұрыннан осылай жаттап алғанбыз, жалғанбайтын қылып жаттап алғанбыз, Біздің әріптеріміздің бәрі екі қолын қалтасына салып тұрған бір жігіт сияқты. Ешқайда жалғанбайды. Алдынан келсе де жалғанбайды, артынан келсе де жалғанбайды, Біз бүгінгі 9-шы сабақта екі жағына жалғайық деп жатырмыз. Қолымды бұлай да шығарам, бұлай да шығарамын, Бұлай да амандасам, бұлай да амандасам. Бұның алдындағы сабақта тек қана өзінен кейінгіге жалғаған едіге. Мен екі қолым қалтамда тұрған болса, мен мына қолымды ғана шығардым да амандастым. Мына жаққа амандасқан жоқпын. Бүйтіп тұрған едіге кешегі сабақта. Бүгін енді мына қолымды да шығардым, екі жағына жалғадым. Ильяс, жазамыз. Осы соңғы жеті әріпті екі жағына жалғап көрейік. Қалай болар екен? Мәселен, Л сызықтан төмен түсіп тұр ғой, Осы жерін қиып тастаймыз. М түсіп тұр, оны қиып тастаймыз. Н түсіп тұр, оны қиып тастаймыз. Сызықтан төмен түскен. Сосын У деген әріп бізде А сияқты, Д сияқты, Ж сияқты, Р сияқты, З сияқты қасына қазірден-ақ үлкен X қоя салайық. У деген әріп өзінен кейінге жалғанбайды. Оны бөлек сабақ қылып өтеміз. Ол бізде 10-шы сабақ, Оған бөлек сабақ арнаймыз. Кеттік. К деген әріпті екі жағына жалғау үшін ол тігінен жазылмайды екен. Ол ирек болып жазылады екен. Екі жағына жалғанатын кезде бұлай тігінен тұрмайды екен, ирек болып жазылады екен. Өйткені Л ғой тігінен тұрады. Л. Біздің Лға ұқсайды екен, бірақ ұзындау. Қазақтың Лысына ұқсап кетті. Не істедік? Л деген әріп сызықтан төмен қарай түсіп тұрған еді, оны жойып тастадық. Сызықтан төмен түсіп тұрған бөлшегі бізге керек болмай қалды. Сызықтан төмен түскен құйрықшасы керісінше бізге кедергі болып тұрған еді. Жалғануға, өзінен кейінге жалғануға кедергі болып тұрған еді.
кедергіні алып тастадық. Мұның да кедергісін алып тастаймыз. Сызықтан төмен түсетін бөлшегін жоқ қылып жібердік. Құйрықша жоқ. Құйрықша бізге мешать етіп тұрған, кедергі болып тұрған. Кедергіні жойдық та былай қарай өзінен кейінге жалғап алып кеттік. Түсініп отырсыңдар ма? Кеттік. Н деген әріп бізде Б сияқты, Т сияқты, С сияқты болып жазылады екен. Жай ғана әшейін бүйтіп талтайып тұрады да, бірақ Н-ның нүктесін үстіне қоямыз. Н деген әріп сызықтан төмен қарай терең түсетін қазан сияқты қылып жазылады деп түсіндірген едік қой. Ол бізге іске аспай қалды. Екі жағына жалғанатын кезде оның формасы мүлдем өзгеріп кетті. У жаңағыдай болды, енді Х деген әріпте екі жағына жалғанатын кезде бұл Х деген әріп сызықтан төмен қарай түседі екен. Бірақ жағдайда түседі. Сызықты белгілеп қойыңыз. Міне сызық мына жерде жатыр. Х деген әріп мынандай бір домалақ бір жұмыртқа тектес деп айтқан едік, екі жағына жалғанбайтын кезде, қазір енді екі жағына жалғайтын кезде оның бір бөлшегі сызықтан төмен түседі екен, бір бөлшегі ғана сызықтың үстінде жазылады екен. Өте маңызды мынау. Х деген әріпті екі жағына жалған. И тура Н сияқты, Б сияқты, Т сияқты, С сияқты болып жазылады. Формасы мүлдем өзгеріп кетті. Сабақты әу бастаған кезімізде И деген әріп мынандай бір үйрек сияқты болып жазылады деп айтқан едік қой, сызықтан төмен түседі. Оның астында екі нүктесі бар деп айтқан едік қой. Мынау бізге түкке іске аспай қалды. Бұл жеке тұрған нұсқасы екен ғой. Біз арабтың алфавитін жекеше түрде жаттап алған екенбіз. Екі жағында X бар екен. X көрінбей тұрған екен ғой. Оны біз көрсетіп қойдық. Сөйттік та, оны жойдық 2X-ні. Қайтадан. Керемет, Ильясқа қарап бой түзейміз деді. Ең төменгі шәкіртіміз болғандығы үшін. Демек, осы бізде 28 әріп бар еді. Оның жартысы 14, 14-тің жартысы 7. Сондықтан біз 7 әріптен жазып келе жатырмыз. Соңғы 7 әріпіміз К, Л, М, Н, У, Х, И. Екі жағына жалғанбай тұрған кезде осылай болған еді. Ал біздің бүгінгі сабағымыз бойынша не істедік? Бұл әріптерді екі жағаға жалғап көрген едік. 7 әріптің біреуі біздің ырқымызға көнбеді. Өйткені У деген әріп өзінен кейін не келсе де жалғанбайды, естеріңде болсын. Қазір 10-шы сабақты өтеміз, мен өшіріп тастаймын қазір, жазып алыңдар. Осы жетеуге келдік қой, Сол кезде осы А, Д, З, Р, З, У деген әріптерді бөлек сабаққа өтеміз. Не үшін жалғанбайды ол? Жалғасақ не болып қапты? Деген мәселеге қатысты 10-шы сабақта арнаймыз. Ильяс, басқалар сөйлеуге болады, саған сөйлеуге болмайды. Өйткені бәріміз саған бой түзе батырмыз. Жаза қой. Жаз болды ма? Болды ғой онда. Ендеше қорытынды. Не істедік? Біз бүгінгі сабақта бұрын ол әріптер ешқайда жалғанбай тұрған еді ғой, Соны екі жағына жалғап едік. Не байқалды? Формасы өзгеріп кетеді екен, Мәселен, сызықтан төмен түсіп тұрған бөлшектері бізге керек болмай қалады екен. Кедергі екен бізге, кедергіні жойдық. Содан кейін, мына 7 әріпті айтқан кезімізде біз айн әрпі мен ғайн әрпінің формасы мүлдем өзгеріп кететіндігін айттық, Оның басы өзгеріп кетеді. Басқаларының бастары сақталды, байқадыңдар ма? Осы біздің бүгінгі сабағымыз. Мен қазір өшіремін. Өшірмей тұрып, мен бір оны фотоға түсіріп алайын. Ортақ тобымызға жіберемін. Бұл 9-шы. Шәкірт KZ. Әр шәкірт менің жалғызым.